Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын сосиски в тесте жасайтын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттар жылы су және сосиски, ашытқы, тұз, ертілген сары май және де ұнымыз қажет болады. Ыдысымызға жылы суымызды, ашытқы, тұзымызды салып, араластырып, одан кейін ертілген сары майымызды құйып, біртіндеп ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Басында осылай вилкамызбен араластырып, қамырымыз қоюлана бастаған кезде қолымызбен жалғастырып илейтін боламыз. Яғни қамырымыз қолымызға жабыспауы қажет, көтерілгенше күтетін боламыз. Қайнап тұрған суымызға шұжығымызды салып 5 минут көлемінде қайнататын боламыз. Дайын болғаннан кейін осылай қабығынан ажыратып алып тастаймыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай екі бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен қатты жұқа қылмай жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай ұзынша етіп барлығын бөліп алатын боламыз. Осы бөліктерімізді шұжығымызға жақсылап орап алатын боламыз. Яғни қалған шұжықтарымызды тура осылай барлығын орап жасап шығатын боламыз. Сосискиларымызды осылай бөлме температурасына кішкене көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Майымызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін сосискиларымызды салып, осылай екі жағын қызарта отырып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Отымызды, яғни орташа оттан да төмен қылып ұстайтын боламыз. Сол кезде сосискиларымыз бізде шикі болмай жақсы пісетін болады. Міне біздің сосиски тестеміз дайын болды. Қамыры өте жұқа, яғни тәбет ташатындай өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Балаларыңызға да сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын.